Күйеуге шыққаныма 5 жылдың жүзі болса да, әлі күнге дейін бір перзентке сар болып жүрмін. Алла тағала сәбиді беруін бергенмен, балаларым жарық дүниенің есігін ашпай кетіп жатыр. Бірінші перзентім 3 айлығында түсіп қалған болатын. Екіншім жүрегімнің түбін жылытып, 5 ай жатты. 5 айдан кейін өлі болып туылды. Үшінші перзентім жатырдан тас бітіп, оны дәрігерлер алып тастады. Шарана 2 айдан асып кеткен екен. Дәрігерлер наркоз егіп, ота жасап, бір жатыр түкшесімен қосып алып тастады. Сонда басымнан өткерген тылсым жайттан кейін мен арғы дүниенің бар екеніне, өлген соң адамның жаны сонда тіршілік ететініне көз жеткізгендей болдым. Әңгімем түсінікті болу үшін бәрін басынан баяндағаным үшін. Алғашқы екеуін түсіріп алғаннан кейін мен 1 жылдай дәрі-дәрмек қабылдап, жақсылап күтіндім. Ауруханаға да жатып шықтым. Алғаш құрсақ көтергенімді білген кезде енемде, күйеуімде менің ауыр тірлік істеуіме қарсы болды. Тіпті өз кірімді өзі жуғызбайтын. Іштей осы сәбиімнің өмірге аман есен келуін тілеп жүрген болатынмын. Бірақ оның да көрер жарығы жоқ болып шықты. Бірде таңертең оң жағымнен шаншуға далып, бүктісіп отырып қалдым. Кеудемде жазайын десем, жазылмайды. Бағыма қарай енем үйде болатын, бозарып кеткен түріме қарап қорыққан ол кісі дереу жедел жәрдем шақырып, мені ауруханаға алып кетті. Мен дәрігерлерге аяғымның енді ғана ауырлағанын, сәбиді аман алып қалуларын сұрап жыладым. Өзіге түсіріп көрген дәрігерлер Шарананың жатырдан тіс біткенін, тез арада ота жасау керектігін айтып, мені де емдауға кірісіп кетті. Операция столына жатқызғанын білем, одан әрі қарайғысы есімде емес. Қанша уақыт өткенін білмеймін, біраздан кейін мен жоғарыға ұшып кеттім. Денем операцияда столында солқ түсіп жатыр. Дәрігерлер әлденелерді айтып, бір-біріне қарап басын шайқайды. Олардың анық не айтып жатқанын түсіне алмадым. Содан аурухананың ұзын дәлізіне ұшып шықтым. Енем жылап, күйеуім оған әлденені айтып отыр. Шамасы бәрі жақсы болып кететінін айтып, шұбатып отырған болар. Бірер минуттан кейін мен асқан жылдамдықпен ұшып отырып, қап-қарап бір құбырдың ішінен өтіп, жазық бір алаңқайға шықтым. Онда марқұм әжем тұр екен. Оны көргеніме қуанып, құшақтай беріп едім. Ол менен сырт айналып жанына жақындатпады. Содан кейін әжемнің жанына бір қыз, бір ұл келді. Екеуі де сүп-сүйкімді, шырамытқаныммен тани алмай тұр едім. Әжем олар менің ұлым мен қызым екенін айтты. Екеуін құшақтамақ болғанымда әжем оларды да құшақтатпады. Тезірек қайтуым керектігін айтып жатыр. Қызым мен ұлыма қарасам, олар да әжемнің сөзін сөйлеп жатыр. Мен солармен бірге қалғым келетінімді айтып едім. Әжем қоймай, мені әлгі құбырдың аузына дейін алып келді. Сөйтіп үшеуі мені қайтадан құбырға салып жіберді. Оларды қимай айқайлап жылап жатып оянып кеттім. Есімді жисам, дәрігерлер бетімді шапалақтап, есімді жинат алмай жатыр екен. Кейін білдім. Дәрігерлердің маған наркозды мөлшерден тыс көп салып жіберіпті. Соның салдарынан менде операциядан кейінгі клиникалық өлім болған. Сол кезде менің жаным арғы дүниені, әруақтар әлемін аралап қайтқан екен. Біреулер оны шын дүние десе, енді бірі сенбейтінін айтады. Ал мен өз көзіммен көргендіктен, о дүниенің барына өлгеннен кейін дүниеден қайтқан жандарымен жолығатынына сенемін. Тек жаратқан иеміз о дүниеге баршамызды таза жүрекпен қайтуға нәсіп етсін. Біздің шағын ауыл қаладан да, аудан орталығынан да шалғай орналасқан. Жан-басы шағын, 50 шақты отбасы ірге тепкен бұл елді мекеннің жері шөлейді, жан-жағы құмды адыр болып келеді. Мал шаруашылығына да, егін шаруашылығына да аса қолайлы деп айтуға келе бермейді. Қысы қытымырлау, жазы аптап ыстық, сондықтан да болар ырысы шалқып жатқан жан кемде-кем. Бұл елді мекенде ғаламтор туралы ауыз ашу мүмкін емес. Электр жарығының өзі де жиі сөнеді. Жарық жүйесі құрылғыларының әбден тозығы жеткен. Теледидарда дұрыс тартпайды. Жолдары 40 тесік, жөндеу бұлай тұрсын. Шамау көрмегеніне де ширек ғасыр өткен. Құбыр су жүйесі де құрдымға жақын. Ауыз суды арнадан тасып ішетіндердің қарасы мол. Қала, аудан орталықтарына баруда тым қиын. Қалаға арнай әлеуметтік көлік қатынамайды. Мұнда әкімге қарағанда электрик пен таксистер беделдірек. Әкімге ісіңіз түсе бермейді. Түссе де оның қолынан келер қайырас.
Көшеге шыға қалсаңыз, қай мезгілде де 3-4 топтасып тұрған адамдар шоғырына ұшырасасыз. Бейне кезекпен тұрған көше күзетті іспетті. Бәрі де жұмыссыздар, жоқшылықтың жырын бастап берсеңіз, кез келгені жағыт алмай жалғастыра береді. Бірақ ешкімде бұл ауылда тастап кетуге құлық емес. Жұмыс іздеп қала жағалауды жөн санайтындар жоқтың қасы. Қыстақтың тұрғындары осы ауылды мақтаса мақтар, жамандамайды. Әсіресе мектептің үлгерімін, соңғы жылдардағы жаңаша бет бейнесін айтса, бірінен бірі асып, өсіп кетеді. Көше күзетіндегілердің әңгімесі кейінгі кездері көбінесе Жамал апай төңірегінде өрбейді. Жамал апай жұрт балалар тілімен Жамал апа атап қоятын болмаса, ол кісі қатты қартайып та тұрған жоқ. Жасы 50-ге әлі ақ баспаған адам, кеуінен жастай қалған екен. Сүйіп қосылған жары өзге ұлт өкілі болса керек. Жастықтың жерігімен Жамал аруды жағалап, қазақ ауылын паналап қалыпты. Араға 2-3 жыл салып, сөп-сүйкімді ұлдары да дүниеге келеді. Өзге елінде сұлтан болғанша өз елімде ұлтан болайын десе керек. Бір мерекеде ата-анасына сәлем беріп қайтуға туған ауылына жол тартқан күйеуі содан қайтып оралмапты. Ол немерелерін ата-апасына көрсетемін деген желеумен 2 жасқа енді ғана толып, тілі шыға бастаған баласында өзімен бірге ала кетіпті. Жамал апай бірге бармақ болған екен, ата-анасына өзге ұлт өкілінің қызына үйленгенін айтпағанын алға тартып, алдымен немерелерін көрсетіп жүректерін жылытпақ екендігін, келесі кезекте жол жосысымен ертіп апаратынын айтып қалдырып кетіпті. Содан бері еш хабарсыз, баласының да күйеуінің де өлі, я тірі екеніне көзі жеткізе алмайды. Алайда Жамал апай олардан еш күдер үзбеген көрінеді. Шешесі көзі тірісінде: болды қызым, сол бейбақты енді күтпей-ақ қой. Кезінде діні басқа, ділі басқа, соған тұрмысқа шығуыңа әкең екеуміз көп қарсы болып едік, көнбедің. Өзіміздің ауылдың небір алтын асықтай азаматтары артыңнан жүгіріп көрді, бірінде көз келмедің. Осыдан өзге жігіт жер бетінен құрып кеткендей, оқу бітіргеніңде мұрнынан шетелей келдің. Ол аздай біздің бетімізді жерге қаратып отырып, соған тұрмысқа шықтың. Нәтижесі мынау болды: қайтып келген қыз жаман деуші еді бұрынғылар. Сенің қайтып келгенің отбасымызға құт болмады, шыт болды. Арыстай әкең артыңнан ерген інің іркес-тіркес дүниеден озды. Жарайды, жазмыш солай болған шығар дедік те қойдық. Міне, бір үйде 2 әйел отырған түріміз мынау. Десе де әлі кеш емес, мен өлген соң қу басың сопиып жалғыз қаласың. Біреудің етегінен ұста, шаман келсе ұрпақ сүйіп қал, деп көп кеңес беріпті. Мектепте мұғалім болып үкіметтен аздап айлық алып жүрген Жамал: теген байымның тұранау болса еркекке бұлайын, басым аман денім сау болса өз айлығым өзіме жетіп артылады. Ешкімнен кем қор болмаймын, жаным тірі тұрғанда сізді де тұрмыстан тартпаспын, деп шешесінің айтқанына құлақ аспаған екен. Қойбағарда Жамал апайға сөз салып, біраз уақыт артынан жүгіріпті. Қойбағардың сүйіп алған әйелі туыттан қайтыс болған екен. Осы соққыны жүрегіне ауыр алған жігіт ағасы бірнеше жыл ішімдікке салынып жүріп қалады. Бір мекененің білдей мұғалтері болатын ол қызметі де құмыраның түбінде тұншығып жоқ болған. Кейін арағын қойып, адам бола бастағанда дос-жаран көрші қолаңның көрсетуімен Жамал апайды жағалап көріпті. Жамал болса менің теңім алқаш бекен, ит боқ жегенін қойған ба, бәрібір үйренген боғын тағы да бір күні жеп шығады. Оның үстіне өз жанымды зорға бағып жүргенде, тағы да бір жұмысы жоқ масыл еркекті қосып бағуым қалған екен деп, қойбағарды бойына мүлдем толғытпапты. Анасы марқұм: қызым, аспа, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деген. Өзгені қорласаң да еркекті қорлама, киесі жолғасын. Ақылыңа кел, қойбағар тепсе темір үзетін атпалдай азамат. Түсі де жылы, оның үстіне текті жердің баласы. Қолындағы байлығына, мансабына қарап адамды бағалама. Ер жігітті кебенек ішінен тани біл. Дүние мәңгі бір қалыпта тұрмайды. Бүгін бар боқшылық, ертең кімге қонары белгісіз. Істеймін деген адам 2 қолына қайдан болса да бір күрек табады. Көресің әлі, мына қойбағар бақ қонатын азамат әлі ақ оңалып кетеді. Бүгін арақ ішті дегенің болмаса, кеше ғана оқыған-тоқыған ел алдында азамат болатын. Оғанда тіл көз болған шығар, 2 жарты 1 бүтін болыңдар, деп көп қол қалапты. Сол сәтте Жамал апай 2 қолын төбесіне қойып: мама, енді сол сүмелектің атын атары болсаңыз, мені көрмейтін боласыз. Көз алдыңнан жоғаламын да кетем.
Қойбағарың маған мүлдем ұнамайды. Қойбағар деген атының өзі қандай жабайы, оны тек жеркемнің шұқыры көрсін деп азарда безер болған екен. Көне көз қариялар қатты соңғыла болады ғой. Жамал апайдың шешесінің айтқаны келді. Қойбағар содан көп өтпей арағын қойып, аудан орталығына барып, шағын кәсіп орын ашты да, аз уақыт ішінде байлыққа белшесінен батып шыға келді. Бас құрауы да қиынға соққан жоқ. Жоғары оқу орнын енді ғана бітіріп келген жап-жас қызға үйленді. Қазір атағын ат көтере алмайтын азаматтардың бірі. 3 ұл, бір қыздың әкесі. Ауылға келе қалса үлкен кішіміз қоғадай жабылармыз. Ол кеткен соң мінген көлігін, киген киімін, жүріс-тұрысын біраз уақытқа дейін тамсана әңгіме етеміз. Жастық желік жүрегін жаулаған Жамал апай гүл көктемнің алдамшы екенін қайдан білсін. Гүлге қонған көбелектей болып осы көркіммен жүре беремін дедім екен. Әйтеуір басына келіп тұрған, Құдай беріп тұрған бағы Қойбағарды көзге ілмеген соң не жоқ. Шешесі құлақ етін жей берген соң, жасы ұлғайған шағында ғана жар іздей бастапты. Бірақ ол кісіге сөз салған жігіттердің бірде-бірі сұлудың талабына толмайды да. Өзінің көңілі қалаған азаматтарының басы бос болмай мысын құртады. Міне, осылайша ер таңдап жүргенде жасы 40-ты алқамдап кеткен көрінеді. Жамал апайдың шешесі осыдан 4-5 жыл бұрын дүние салды. Айтып айтпай ол кісі даңғазадай, үйде шападан жалғыз өзі ғана сопиып қалды. Жалғыздықтың жанына бататыны шешесі о дүниеден өткеннен соң анық сезілген сыңайлы. Оңашадағы ойын жұрттан жасырмапты. Көңілі жақын жандарға айтып жылап талыпты. Қырсыққанда бір күні Жамал апай жұмыстан босап қалды. Оған себеп бұрынғы мектеп директоры. Өзіміздің ауылдасымыз жүрек талмасынан көз жұмып, оның орнына аудан орталығынан тағайындалған басшының келуі еді. Жаңа келген басшы таныс тамырлықты көп еремейтін мамандарды тек біліміне қарап қызметке тағайындайтын бір мойын адам екен. Келген бойда өзі сынақ өткізіп, ілініп салынып зорға жүрген біршама көне көз мұғалімдерді сүріндіріп кетті. Орындарына жоғары оқу орындарын тәмамдаған қыз жігіттерді шақырды. Сол кештің басын Жамал апай бастап, бұрынғы директордың орынбасары қостап, бір тобы жұмыстан шығып қалды. Жаңа басшыны орнынан жұлып алып, өздеріне ыңғайлы кемшіліктеріне көз жұма қарайтын адам тағайындамақ болып, Жамал апайлары көп жүгірді. Мектеп директорына қарсы адам топтап, аяқтары жеткен жерге дейін шағымданды. Алайда жаңа басшының еш айыбы анықталған жоқ. Аудан орталығынан келген басшының бұл бастамасы көп өтпей оң нәтижесін берді де, ауылдағылар Жамал апайларды жақтауын тоғара қойды. Сөйтіп Жамал апайда жұмыссыздар қатарын толықтырды. Жамал апай бұрында ұрлап жырлап, аздап шетін көрінеді. Жалғыздық, оған қоса жұмыссыздық, жанына батқан ол ашуын ащы сумен жиі қайтаратын болып алған екен. Соңғы уақыттарда көшеде құлап жатқанында көзіміз көбірек шалатын болған. Бұрын кішкентай балалар ол кісіні көрген жерде алдынан жүгіріп шығып сәлем беретін. Еменіп бой тасалайтын, құрмет көзімен қарайтын. Кейінгі кездері сенделе басып, бір жығылып, бір тұрып келе жатқан оның төңірегіне топтасып, Жамал апай, Жаман апай, Жамал апай, Жаман апай деп әндетіп, мазақ ететін болып алған. Ауылдың ұсақ түйек балалары артынан шуылдап, ілесіп, кейбірі тас қиыршықтарын лақтырып, масқаралағанын көргенде ауыл адамдарының кейбірі бейшара-ай деп мүсіркей қараса, көбісі өзіне де обал жоқ, алтын басын қорғылған өзі ғой деп айызы қана қарайды. Кезінде адам баласын менсінбейтін тәкаппар еді. Құдайдың құдіреті күшті ғой. Бүгін міне, мына Жамалды ешкім көзге ілмейтін күн туды деген сөзді ел аузынан жиі естиміз. Кеше ғана аппақ сазандай болып жылтырап тұратын ажарын әжім тарлап, секпілі көбейе бастапты. Көзінің асы көлкілдеп ісініп тұратын болған. Тал-тал болып жылтырап әр түрлі түске боялып, шүйіқі болып тұратын шашына да ақ кіріп, бояуы көрмей, ала-құла болып кеткен. Кей күндері жуылмай таралмай ұйпа-түйпа болып жүреді. Көбінде артынан ерген балаларға қарауға да шамасы болмайды. Үнсіз үйіне қарай аяғын шалыс басып, ілбей береді. Кей күндері балалардың ортасына тұрып алып, бет аузын бұржитып лекция сөйлейді. Балалар, не сендер мені мазақ етейін дедіңдер ме? Менің кім екенімді білемісіңдер? Мен бір байдың еркелеткен жалғыз қызы болғам. Менің түфу дегенде түкірігім жерге түспейтін. Боқ мұрындар, осы тұрғандарыңның көбіңнің әкең маған қол жеткізе алмаған. Талайыңның шешең маған бақталас, бәсекелес болуға жарамаған. Әкелеріңді, шешелеріңді
тоғытпағанда мен сендерді көзге іледі деп тұрмысыңдар. Біле білсеңдер, мен білдім мұғаліммін. Сендердің аға әпкелеріңді мен оқытқам, ұқтыңдар ма? Мені жалғыз деп басынбаңдар, менің күйеуім, алтын асықтай ұлым да бар. Ұлым үйленіп те алған шығар, немерелерім келетін болса, сендердің мойындарыңды шылшап бұратам әлі. Шандарыңның барында құрыңдар, деп сөз соңы сандырақтап кететін. Балалар дөңгелеті, Жамал апай қолын бір сермеп, әдетінше қиралаңдап жүре жөнеледі. Бір күні күйдеу жағы тыржаңлаш көшеде мас болып келе жатқан Жамал апайды көрген ауыл адамдарының жағасын сады. Бұл күні балаларды артынан ілескен жоқ, көрген жан бетін басып теріс айналды. Бұл келес ауылдағы аты шулы алқаштармен дастарқандас болып келе жатқан беті екенін артынан естідік. Кейін келе барар жері басар тауы жоқ, араққа құмар қаңғыбастар Жамал апайдың үйін паналай бастады. Әке шешесінің көзін көрген ауыл адамдары Жамалдың әке шешесі жақсы адамдар еді. Қаңыра шаңырағын жын ойнаққа айналдырмайық десіп неше мәрте қонақтарын қуалапты. Жамал апайға ақыл кеңес айтып та көрді. Еш нәтижесі болған жоқ. Үйдегі қолға ілгетін заттың барлығын араққа айырбастап болыпты десіп жүрді ауылдағылар. Күн өткен сайын Жамал апайдың үйіндегі қонақтардың саны молықпаса кемеген шамалы. Біздің ауылда қораға мал қамау деген кейін пайда болды. Бұрын далада қала беретін сарайдың есігіне ағаш қыстырып қойсаңыз, күндіз мейлі түн болсын бөгде адамдар басын сұқпаушы еді. Кейінгі кездер біздің ауылда да ұры дейтін үрей пайда болды. Олар алыстан келген жоқ, Жамал апайдың үйіндегі ашыққан қонақтар. Ауылдағылардың картошка сәбізі, тауығы, жұмыртқасы, кептері, қозылағы шие жоғалатын болды. Жұрттың Жамал апайдың қонақтарынан да өзінен де әбден ығыры шықты. Бір күні таңертең ерте Жамал апайдың үйіне 3-4 сақшы машинасы келе қалды. Көшедегілердің сыбысына қарағанда араққа сылқия тойып алған сол үйдің қонақтарына өздері жанжалдасыпты. Сойқан соңы пышақтасуға барып, 2 адамның өлімімен аяқтаған екен. Өлгендердің бірі Жамал апай, ағайындарына арашасы болмай жүргенде, біреуге сілтеген қол Жамал апайға дарыпты. Бейбақтың кеуде тұсынан кірген пышақ бұл дүниенің азабы мен мазағынан бір жолата арылуына түрткі болып, тіл тартпай кетіпті. Жамал апайға жаназа шығарылмады. Ешкім Құранда бағыштаған жоқ. Жылап сықтап жоқтау айтқан жанды көрмедік. Жетсін, 40-да ешкім атап өтпеді. Жамал апайдың жақын туыстары болған десті білетіндер. Басқа ауылда болса керек. Ешқайсысы бұл өлімде төбе көрсетпеді. Иесіз өлім ереусіз жерленді. Тек оның әке шешесінен қалған үйіне ғана тез ие табылды. Күрделі жөндеуден өтіп жаңарған үйге ауылдың сақшы бөлімшесі көшіп кірді. Жалғыздың үні шықпайды деген осы болса керек. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгімені аса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.